Бүгінгі күннің басты жаңалықтарын айтып беретін боламыз. Армысыңдар достар, эфирде Бай Медиа, біз бастаймыз. Астана әкімдігі автобус апатынан кейін 2 аяғынан айырылған қыздың отбасына пәтер бермекші. Бұл туралы қала әкімі Жеңіс Қасымбектің өзі мәлімдеді. Әкімнің мәліметінше мұндай оқиғалар бұрында болған. Автобустар кейде жол апаттарына ұшырайды деді ол. Автобус жүргізушілері мен көлік күн сайын жолға шығар алдында толықтай тексерістен өтеді екен. Оқиға болған күні жол апатына түскен автобус жүргізушісі жұмысқа демалыстан кейінгі алғашқы күні шыққан екен. Қазір ол қамауда дейді әкім. Оның сөзінше автобус жылдамдығы сол күні қатты болмаған. Автопарктың сақтандыру полисі есебінен зардап шеккен қыздың отбасына 19,16 миллион теңге көлемінде сақтандыру төлемі қарастырылған. Бұдан бөлек автопарк тарапынан қосымша 10 миллион теңге көлемінде демеушілік көмек көрсету туралы шешім қабылданған. Отбасы Ақмола облысынан келгендіктен Астанада емделу және оңалту кезеңінде тұрғын үй жалдау бойынша көмек ұсынылған. Бірақ журналистер қыздың отбасына әкімнің өзі неге бармады деген сұрақ қойды. Жалғыз мен бармадым деп, әкімдік бұл мәселені назардан тыс қалдырды деуге болмайды деп жауап берді Қасымбек. Ол кісіге, өзіне, қызына, отбасына бірнеше рет менің әріптестерім, соның ішінде менің орынбасарым барды. Кеше де балалық омбудсмен болды. Бүгін де түске таман менің орынбасарым және сол кісілермен бірге барады. Енді көмек жағынан страховка бір 20 миллионның маңайында, және әкімшілік қазір 10 миллион теңгені берді, қосымша 10 миллион теңге береміз деп жоспарлап отырмыз, және баспана мәселесін біз шешіп береміз осы жерде. Ресми түрде оны айтып отырмыз сізге, баспана мәселесі осы жерде шешіледі. Өздеріңіз естігендей әкім қандай пәтер және қай жерден берілетіні туралы тіс жармады. Осы орайда кейбір әлеуметтік желі қолданушылары зардап шеккен отбасына аурухананың жанынан 3 бөлмелі пәтер беру керек деп есептейтіндіктерін жазған. Белгілі болғандай оқиға болған күні Алуа есімді қыз 1-ші сыныпты бітіріп, әжесімен Астанаға қыдырып келген екен. Автобуста бүкіл отбасы болған. Ойын-сауық орталығынан келе жатқанда жүргізуші көшенің шетіндегі бағананы көрмей қалып, соған соғылған. Әжесі терезеден ұшып кеткен, ал Алуаның бір аяғы темірге қысылып, жұлынып қалған. Дәрігерлер оған ота жасап, екінші аяғында тізеден төмен ампутация жасайды. Баланың анасы ажырасқан екен, 5 баласы бар. Зардап шеккен қызы Алуаға күтім керек болған соң, Егіндікөл ауылындағы балабақшадағы жұмысынан шығып, Астанаға келген. Анасының айтуынша, Алуа түнімен ұйықтамай, шошып ояна беретін көрінеді. Автобус апаты болғанын енді есіне түсірген дейді қайғыға батқан қыздың анасы. Алуаның халін балалар омбудсмені Динара Закиева да барып біліп қайтты. Оның сөзінше Алуа үнемі мені көтеріп жүрші, немесе далаға шығайықшы деп сұрай береді екен. Ал қыздың нағашы ағасы Астанадағы автобустардың жағдайын айтып, әкімдікке үндеу жолдады. Оның сөзінше жүргізушілер қатты жылдамдықпен жүреді және үнемі телефонға қарайды. Ағасының айтуынша Алуа күндіз-түні көз ілмейді, тыныш ұйқыдан айырылған. Аздап тынықсын деп дәрі беруге тура келеді дейді ол. Көз жасын тыймай, үнемі аяғым қайда деп сұрайды екен. Бұл сұрағы жүректі қақ айырып, жанымызға батады деп жазды ол. Кейбір әлеуметтік желі қолданушылары автопарк басшылығы мүгедек болып қалған қызға өмір бақи көмек көрсету керек деп есептейді екен. Еске салсақ, сол жол апаты салдарынан 15 адам ауруханаға түскен, оның ішінде 6-ы бала. Айта кететін жай 23-ші жылы прокуратура мынандай ескерту жасапты. Жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 40 сағат болса, Астанада автобус парктерінің жүргізушілерінде жұмыс аптасының ұзақтығы орта есеппен 91 сағаттан құраған. Яғни 2 еседен асып кеткен. Бұл жүргізушілердің де, жолаушылардың да өмірі мен денсаулығына нақты қауіп төндіреді дейді прокурорлар. Кәсіпкерлерден ақша болып саланды. Астанада ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері ұсталды. Күдіктілерден оқ-дәрі, травматикалық және суық қару тәркіленген дейді полиция кезі. Кәсіпкерлерден 90-шы жылдардағыдай ақша болып саланды. Астанада ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері ұсталды. Күдіктілерден оқ-дәрі, травматикалық және суық қару тәркіленген дейді полиция кезі. Сайттың хабарлауынша алаяқтықпен бопсалауға күдікті 3 қылмыстық топтың мүшелері ұсталған. Құқық қорғау органдарының мәліметінше, күдіктілер қылмыс жасау үшін елордамызға еліміздің әр өңірінен әдейі жиналған көрінеді. Эпизодтардың бірінде олар кәсіпкерлерді қару-жарақпен қорқытып шамамен 10 миллион теңге алуға тырысқан екен. Ұсталғандар қалалық базарда тауар сататын кәсіпкерлерге де қысым көрсетіп келген деп күдіктеліп отыр. В одном из эпизодов қалалық базарлардың бірінде кәсіпкерлерден ақшаны жүйелі түрде бопсалау фактілері анықталды. Тергеу әрекеттерінің барысында жарақаттық және суық қару, оқ-дәрілер сондай-ақ қылмыстық схемаларда қолданылатын
пайдаланатын микроқаржы ұйымдарының құжаттары тәркіленді. Күдіктілер ұсталды. Полиция сотқа дейінгі тергеу жүргізуде, дейді полиция өкілдері. Айта кететін жайт, 90-шы жылдары Қазақстанның әр өңірінде өзінің ұйымдасқан қылмыстық топтары болған. Олар әсіресе Алматыда көп болатын. Этникалық ерекшеліктеріне қарай құрылған шешен, күрт, ұйғырлардың ұйымдасқан қылмыстық топтарында осы салаға қосуға болады. Бұлардың көпшілігі серкелері өліп, қызметін әлдеқашан тоқтатқанымен бір қатары әлі де бар, дейді сарапшылар. Бірақ олар бұрынғыдай криминалмен ғана шектеліп отырған жоқ. Ендігі сипаты алуан түрлері көп, жаңаша тәсілдері пайда болған. Мәселен, кейбір қылмыстар, трансплантациялық хирургия, қаржы пирамидасы, мұнай ұрлау сынды қылмыстар белең алып тұр. Ұйымдасқан қылмыстың тағы бір сипаты діни экстремизм. Әр елде қылмыспен күрес әртүрлі жүргізіледі, әрине. Дегенмен, озық тәжірибеге сүйенсек, мысалға Грузияны келтірсе болады, дейді сарапшылар. Онда билік ұйымдасқан қылмыс серкелерінің барлығын ұстап, бір түрмеге қамаған. Осымен жаңалықтарымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, достар.